Ұлымның туған күні қалай өтті? 23 наурыз ұлымның туған күні. 2 жасқа толды, сондықтан мен барып қағаздарды шығарып келдім. Әртүрлі машиналардың суреті бар, мына жерде жазулар бар. Күндіз әкесі бос болмағандықтан осылардың барлығын монтаждап, кешке жасап берген болатын. Мен барлық қағаздарды қиып шықтым. Содан соң Марғұлан деген жазуды дереколмен тесіп, осындай лентамен қадап шықтым барлығын. Осылай бөлменің бір стенасына барлығын іліп жатсам, балам есікті қағып, жылап қайта-қайта. Сол уақытта ана Марғұлан деген жазу ғ мен р-ның орны ауысып кетіп, мә қасқа позор болды. Осы жерде түскен суреттерін инстаграмға сала қойып едім. Мұғалім класстасым жазып тұр ғой, Марғұлан емес па дейді. Сосын я десем, танысып қой, балам аты Марғұлан деп атсам, жоқ, ғ мен р ауысып кетіпті, қате жазып қойыпсың дейді. Ойбай деп оны қайтадан жөндедім. Жаңа балам да жылай бергесін есікті ашып кіргізгенбіз ғой, сөйтсем мынау дыр-дыш деп тастады осы жерде. Ой, видеоға түсіп қалды, осылай бәріміз күліп алдық. Сосын мен оны қайтадан скотчтап қойдым. Одан кейін қалған машиналардың бәрін жабыстырып шықтық. Балам тағы да келіп буң-буң деп тұр ғой мына жерде. Одан кейін баламызды осылай киіндіріп, әдемілеп суретке түсірейік дедік та енді. Сосын светті өшіріп, тортта келдік. Туған күніңменен деп мына жерде несін үрлете қояқ десек, свечасын үрлемейді ғой. Туған күніне бір ай бұрын дайындаған болатынмын баламды. Анау кәдімгі үйдегі свечаны үрлетіп, қайта-қайта өшіріп, соны үйреткен болатынмын, видеолар көрсетіп. Енді мына жерде именно туған күні үрлемей қалады ғой свечаны. Алдынан бері жасаған дайындығым босқа кетті ғой. Ал өтіп-бүйтіп сөндірткіздік әйтеуір свечаны. Баланың несібесі мол болсын деп енем ет ас деген болатын. Сонымен осылай етті молынан асып, осындай новый ағаштан жасалған осындай ыдыс алған болатынбыз, тарелка. Сол ыдысқа тамақты салдым. Одан кейін жеміс-жидектер әкелген болатын. Енем мен күйеуім базардан осылай молынан оларды да салып қойдым. Келесі видеода ұлымызға қандай сыйлық алып бергенімізді көрсететін боламын.